Өте тәуекелшіл қимылдар. Олардың қателесу мүмкіндігі 76%, ал кенеттен топтан айырылып қалуы 50%-ға тең. Ал дәл осындай күйде жаттығуға келу мүлдем ақылға сыймайды. Ең үздік ойыншылардың өзі қателікке ұрынады. Олар шектен тыс тәуекелге барады. Өйткені олар да адамзат өкілдері. Ал егер олар адам болмаса, назарларыңызға футболдың болашағын ұсынамыз. Клондар ешқандай қателіксіз, кепілденген нәтижелер. Жанкүйерлерге керегі де осы. Футбол мәңгілікке өзгереді. Неймар матч алдында клондарға күліп еді, ал қазірше ол жерде жатыр. Руни өз-өзіне сенімсіз жүгіріп келеді. Клондар шынымен де оларға қарағанда әлде қайда мықты болғаны ма? Мәссаған, мынаны қараңыз, Рибери алаңнан қолуда. Бұл сонда біздің Роналдуды соңғы рет көруіміз бе? Өкінішке орай, бұл адамзат футболының соңы. Ал енді баскетбол жаңалықтары. Ешқашан қателеспейтін клон Леброн. Футбол бұрын өте жабайы спорт болатындығын, ал мен оны өзгерттім. Ал бұрынғы футболшылар ше. Олар қазір немен айналысуда дейсіз бе? Айырмашылық қанша? Не істеп не қойса да, олар ешкімге керек емес. Мен Златанмын. Мен Златанмын. Оу! Ей, Криштиану! Менеджерге бұл туралы айттыңдар ба? Немене? Алдындағыдай етіп қиып берейін бе? Оу! Ал шаш кептіруге қалай қарайсыңдар? Өзілдерің бе? Кім бар мұнда? Маған тиіспеңдер. Әрі жатшы, Златан. Не болып жатыр? Бәріміз бұл жерде не істеп жүрміз? Өз-өзімізді көрсету үшін. Нағыз футболды құтқару. Мына жердің ремонты жаман емес. Біз жақсы көретін ойынның халі қыл үстінде. Клондар футболды өлтіруде. Біз футболға кері оралуымыз қажет. Кешіріңдер, селфи етіп жіберейін. Әрине, бәріміздің клондарды жеңгіміз келеді, алайда оларды жеңу тіптен мүмкін емес. Бәрінің ойынша оларды жеңу мүмкін емес, бірақ жеңіс тек сендердің ғана қолдарынан келеді. Барлығыңды осы жерде жинауым бекер емес. Сендерді нақты не үздік қылып көрсетеді, соны алаңда қолданыңдар. Тәуекел етуден қорықпаңдар. Футбол ол сендердің өмірлерің. Сендер тек тәуекел етсеңдер ғана жеңіске жете аласыңдар. Бір нәрседен қауіптену, бұл үлкен кедергі. Ресми түрде футболшылар алаңға оралады. Олар клондарды жеңе ала ма? Жеңгендер қалады, жеңілгендер футболдан мәңгілікке кетеді. Тек бір сұрақ, олар мінсіз клондарды қалай жеңбекші? Ғаламшардың ең басты матчы өтетін стадион лық толы. Бүкіл әлемнің назары осы матчта. Тек қана бір ойын. Екінші мүмкіндік болмайды. Доп менде. Бір нәрседен қауіптену, бұл үлкен кедергі. Хопа! Чау-чау! Хопа, 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 хопа! Жоқ, тым оңай.
Ал былай дұрысырақ. Гол! Ал осыны клондап көріңдерші.